әйелмен отношениені жақсартамын деп ойлашып кеттім. Потому что әке шешемен тұрған кезде сен никак әйелмен отношениені жақсарта алмайсың. Мен оны конкретно көзім жеткен да. Енді бүйтіп жақындап кетсең, бөлмеңе кіріп кетеді. Жеке пространство деген нәрсе атымен жоқ. Күні бойы саған әйелің жамандайды. Посуданы дұрыс жумады, тамақ дұрыс істемеді, үйді дұрыс жинамады, короче. Қонақ келсе қонақ дұрыс күтпеді. Сондай әңгімелермен миыңды шіріп тастайды ғой. Ол шіріген миыңмен не істейсің, барасың да әйелің азанға дейін миын дейсің. Сен бүйтіп істемейсің, сен бүйтіп істемейсің деген сияқты. Сондай состояниеда жүргеннен кейін сенде ақша да болмайды. Ақша болмағаннан кейін еш жаққа қыдырта алмайсың да. Ешқандай подарка да әпере алмайсың. Мысалы подарка әперетін болсаң, мамаң ренжиді, қарындасың ренжиді, короче. Әйеліңе подарка әперу үшін оларға да әперу керек та. Бәріне ақшаң жетпегеннен кейін не істейсің, әйеліңе де әпермейсің. Бір жақтан қыдырып келейін десең, үйдің тірлігін барлығын бітіріп шығу керек. Қыдырып келгеннен кейін 2-3 күн сол чувство винада жүресің. Сендерге кеше қыдырдыңдар ғой деген сияқты. Ол үшін отношение, короче, болмайды. Бір емес 5 жыл бойы әке шешемен бірге тұрған адам. Әбден осы нәрседен зығым шықты да. Сөйтіп балаң туылған еді. Соның жүрдек buluşu бар біздің неге. Сонымен бөлісіп кеттім. Маған қызық болған жоқ, қайда барамын, қандай жерге барып тұрамын. Главное, ертеңде керек болды.